Запись қосылды. Сосын транскрипт. Транскрипт бізге қажет емес. Транскриптті өшіріп тастадық. Окей. Енді экранмен бөліседі. Мысалы дейік. Жоқ, мынау емес. Кугисті көрсете берейін. Кугис деген бағдарлама бойынша айтатын болсақ, енді бастапқы сабағымыз былай қарағанда құралға кіріспей болып тұр да қазір. Негізінен ландшафт бойынша сіздерден сұрайын деген болатын. Табиғи территориялық кешендер немесе ландшафттар бойынша сабақ болды ғой сіздерде. Көп, енді барларыңызде шығар деп ойлаймын. Қалай, естеріңізде бар ма ондай нәрсе? Бар. Окей, жақсы. Ландшафт дегеніміз, мысалы жақын арада ондай курстар болған жоқ па ландшафтқа байланысты? Иә, магистратурада. Түсінікті. Иә, енді табиғи территориялық кешен дегеніміз не екен қысқаша айтып бере аласыздар ма? Қайсы біріңіз? Естеріңізде бар ма? Мысал ретінде айтсаңыздар да болады. Соны ойлап қойыңыздар. Әзірге мынандай нәрсені, енді Кугис деген бағдарламаның интерфейсі мынау. Мен Ерболат Нахиповичке жаңа айттым. Осы бағдарлама бойынша да өткізе берсін деп, мен оны орнатқызып, сіздерге біртіндеп көрсете берем, және олар қарай жалғастыра береді. Одан кейін бұл бойынша канал бар, және Curtain X. Мындай, және оның ішінде ойнату тізімдері бар, оның ішінде QGIS деген бар, немесе QGIS. QGIS для начинающих деген. Осыны сіздерге берейін. Окей. Бұларды бір жерге сақтап отырыңыздар негізі, иә? Себебі мына жерде сақталмай қалады ғой кейін. Әлде сақтала ма? Запись сақталады. Жоқ, запись сақталады. Мен айтып отырған мына сілтемелер. Сілтемелер. Не жазылып қойыңыздар, иә? Қатты қиын нәрсе емес қой. Бәріңізде YouTube-тың несі бар шығар, Gmail бар шығар енді. Окей. Аргис туралы айтатын болсақ, қысқаша міне мынандай бағдарлама. Аргистің енді айырмашылығы бар, әрине. Қарап отырсаңыздар интерфейсінде. Бұл жерде негізгі құралдары енді мынау. Браузер, қабаттар, иә, қабаттар деген тура аргистағы сияқты ғой, арында. Слои, иә, мына көріп отырсыздар ғой, сол жақ төмен жағында. Слои деген бар. Бұл жерде сонда негізінен осы жердегі қабаттар көрсетіледі. Және мына жердегі недавние проекты, шаблоны дегенге қарамасаңыздар да болады. Енді мысалы мынау дайын нәрселерді көрсетіп тұр да, мен осыған дейін істеген нәрселерім дейік. Бұларды ашатын болсақ, солай аша салуға болады. Ашылған кезде мына слайда барлық қабаттардың тізімі шығып тұрады. Осыған бұл жерде Украинаны қолдайды. Байқап отырсаңыздар, көк сары байрақтың суреті. Біз саясаттанбыз. Боламыз әрине. Негізі айтып қойғаным ғой мына жерде. Сондай бір ерекшеліктер болады. Бұның ұзақ істеліп жатқан себебі бұл интернет арқылы ашып жатыр. Мен бүкіл деректерімді Google Drive-ға салып қойғам. Google Drive арқылы ашады. Содан кейін байқап отырсаңыздар, новая версия QGIS доступна деп астыңғы жағында жазылып тұр ғой, жасыл. Яғни мендегі мысалы бағдарлама 3:32 ғой деймін. 3:32 болу керек. Мынау 3:34:2 жаңасы. Енді мынадай күйде, қарап отырсаңыздар, мынадай күйде карта бар.
мысалы осындай енді бір тапсырыс бойынша жасалған нәрсе ғой. Одан кейін бұны безендіру режиміне ауыстыратын болсақ, қалайсыз? Иә, компания. Мынадай бір күйде көре аласыздар. Одан кейін ол картаға жақындатуға болады. Бірде бір режимде қарауға болады. Аргистада бар ол. Бірде бір. Бұл жердегі бірде бір дегеніміз сонда қағазға шыққан кезінде осындай өлшемде болады деген сөз ғой. Басқаша айтқанда. Мына бұл A3 болу керек, егер қателеспесем. Мынадай күйде астындағы суреті бар. Тапсырыс беруші бар. Одан кейін қандай суреттер қолданылғаны туралы ақпарат жазылып тұр. Міне байқап отырсаңыздар. Мазмұнына не кіргені және көрсетіліп тұр. Қандай нәрселер бар екен. Бұл деген енді карта құрастыруға байланысты, да? Карта құрастырудан басқа бұл жерде көптеген құралдар бар. Соның ішінде вектормен жұмыс істеу, нүкте, сызық, көпбұрыш деген сияқты режимдермен жұмыс істеу. Сондай нысандарды құрастыру, ондай нысандарды сызу, одан кейін олардың атрибуттарын өзгерту деген сияқты. Атрибут деген нәрсені білесіздер ғой, иә? Атрибуттық кестесі сәйкесінше әрбір вектордың атрибуттық кестесі болады. Мысалы, нүкте болсын, сызық болсын, көпбұрыш болсын. Осындай атрибуттық кестесі болады, және оның әрбір жолы шын мәнісінде қандай нәрсеге сәйкес? Жеке бір нысанға сәйкес деген сөз, иә? Мысалы, міне 13 нысанның ішінде, 13 жолдың ішінде біреуі таңдалып тұр, иә, selected one. Соған жақындататын болсақ, міне көреміз қандай нәрсе екенін. Сарымен белгіленіп тұр. Аты Балқаш деп тұр. Мында бұл не нәрсе? Бұл елді мекендер. Settlements деген елді мекендер қабаты. Мысалы, Гүлшат деген бар. Осы жақтың адамдары бар ма мүмкін араларыңызда? Балқаш деген ғой, Балқаш маңы жоқ па? Осы жер. Арғы беті? Арғы беті болса, не жақ болды ғой? Қаратал жатансыз ба? Қаратал ауданы. Жақсы. Үштөбе жақтыр. Жақсы, түсінікті. Сонымен мұның әрқайсысын өстіп өзгертуге болады, толықтыруға болады деген сияқты, жоюға болады. Одан кейін бұл жердегі тағы қандай ерекшеліктер бар? Мынадай проекция немесе координат жүйесі. Ол бізде географиялық координат бар, градус пен минут, секундпен белгіленеді, мысалы, немесе ондық градус дейді, және одан басқа метрмен белгіленетін координаттар бар. Егер мына картаны қарастырып отырсаңыздар, мына қызылмен көрсетіліп тұрған төртбұрыш, тік төртбұрыш ол осы зонаны көрсетіп отыр. Яғни зона дегенде жер бетін қаншама шартты түрде белгіленгенбіз, қанша зоналар бар естеріңізде бар ма? UTM проекциясы бойынша естеріңізде бар ма ондай нәрсе? Немесе Гаусс-Крюгер? Жақсы, онда зонаның саны есте болмаса, қанша градус арқылы бойлық бойынша өлшеп отырып, зонаға бөлуге болады, естеріңізде бар ма? 30 саны, сіз айтып отырған саны, негізі 6 градус сайын зонаның шекарасы өтеді. Яғни Гринвичтен бастасақ, мысалы, әрбір 6 градус сайын шығысқа қарай, сонда бір зона ауысып отырады. Ал егерде Гаусс-Крюгерді айтатын болсақ, Гаусс-Крюгердің санақпасы Гринвичтен басталады. Яғни 6 градус плюс болса, онда бірінші зона болады Гаусс-Крюгерде. Және біздің территория, мысалы, 42 градус дейік. 7 зона дейік, 7-ші зона, 13-ші зона болуы мүмкін. Біздің территорияның шетін айтып отырмын да, батыс жағында. Ал егерде ортаға қарай алатын болсақ, мысалы 66 градус дейік, немесе 72 градус дейік. Көрдіңіздер ма? Зоналардың саны осылай ұлғая береді. Біздігі негізі 14-ші, 15-ші зонаға дейін келеді, жетеді Қытайдың шекарасында. Әрбір 6 градус бойынша бөлген кезде. Ал егерде UTM проекциясын қарастыратын болсаңыздар, мына жерде міне жазылып тұр ғой, міне Coordinate Reference System деп, переопределение системы координат деген көріп тұрсыздар ғой экранда.
Бұл жерде мына WGS UTM зон 42N деп тұр, немесе S деп тұр. Бұнда N мен S-тің айырмашылығы естеріңізде бар ма? Керемет. Тек солтүстік жартышар немесе оңтүстік жартышар деген сөз. Және 42 дегеніміз сонда қай жерден есептеледі? Ол негізі шығыс жартышардан есептеледі. Сондықтан бізде тағы 30 плюс болып тұр да, толық бір жартышар. Жапониядан ары қарай, батысқа дейінгі аралықтың барлығы бір 30, одан кейін бер жақ және 30. Гринвичтан қайтадан Жапонияға дейін дейік. Сондай 30, сонда барлығы 60 зона болып тұр. Және 42 дегеніміз сонда сол шығыстан есептеген кезде Америка арқылы қайтадан айналып, Гринвич арқылы бізге келген кезде, мысалы 42-ші зонаға келіп тұр. 42-ші зона бізде қандай территорияларға сәйкес келетін естеріңізде бар ма? Дарында көрсетіліп тұр негізі. Жоқ, ол мысалы мына Пакистан дейік, Иран дейік, солардың территорияларда Ауғанстан кіреді, бірақ айтып отырған Қазақстан бар ма? Оңтүстік Қазақстаннан біреу бар ма? Түркістаннан, немесе Түркістан облысынан дейік, жақсы. Яғни біздің 42-ші зонамыз сол территориялар бойынша өтеді. Мысалы Мақтаарал дейік, Жетісай дейік, олар барлығы 42-ші зонада жатыр. Немесе Қарағанды облысы дейік, Қарағанды облысында қарастыратын болсақ, Жезқазған шамамен сол 42-ші зоналарда орналасқан. Енді бұл жөнінде түсінікті, сұрақтарыңыз бар ма? Өте дұрыс айтасыз. 43, келесі Алматы жақ, дұрыс 43. Және ең шеткі шығыс жақта, мысалы Қатон Қарағай 44-ші, 45-ші зонада орналасқан. Сонда. Бұл бойынша керемет. Өте дұрыс. Содан кейін көрсетейін деген мына жердегі сипаттамалар бойынша айтатын болсақ, ол әрбір қабаттың сонда сипаттамасы бар ғой, осындай қосымша ақпарат, жалпы ақпарат мынадай. Мысалы, бұл қай жерде орналасқан, путь, аты, одан кейін қандай файлдардан тұратын, ол қосымша файл. Себебі біз көріп отырған shape файл. Shape файл деген естеріңізде бар ғой, shape файл деген ол векторлық файл. Сонда нүкте, сызық және полигон түрінде болатын нысандардың барлығы көбінесе shape файл форматында сақталады, бірақ ол shape файл былай қарағанда форматтардың біреуі. Шын мәнісінде shape файлдан басқа да форматтар бар. Және бұл shape файл S-ридікі, яғни аргистікі былай қарағанда. Бірақ кеңінен таралып кеткендіктен барлық жерде ол ыңғайлы, және ол барлық жерде қабылданады, көп бағдарлама оны аша алады деген сияқты. Және оған қосымша бізде мынадай қосымша файлдар болады. Мына жерде көріп тұрмын. Оның бәрін жаттаудың қажеті жоқ, әрине. Әрбіреуісінің extension, расширениялары, SHX, DBF, бірақ соның ішінде DBF деген естеріңізде болсын. DBF database формат, яғни ол дегеніміз бізде кесте. Сонда DBF форматында біздің атрибуттық кестеміз сақталады деген сөз. Яғни жаңағы кестеміз сондай физикалық түрде ол дискіде DBF форматында сақталады екен. Енді тағы не айта аламыз бұл жерде? 3 килобайт, енді бұл алатын орны, одан кейін соңғы өзгерісі, көрдіңіздер, соңғы өзгеріс жасалған уақыты, күні, одан кейін деректердің көзі, хранилище, S-shape файл, яғни осы форматта деген сөз. Одан кейін кодировка деген бар. UTF-8. Кодировка дегеніміз бұл жердегі мысалы символдардың атрибуттық кестеге толтырған кезде қолданылатын арнайы код. Ол енді сіздер оны былай қарағанда өзгертпейсіздер, бірақ негізі біліп отырасыздар. UTF-8 деген стандарт. Ол сонда осындай символдарды сақтаудың жолы дейік. Енді геометрия жағынан қарайтын болсаңыздар, point деп тұр. Бұл дегеніміз дұрыс айтасыз, Ердімұрат, ол дегеніміз нүктелік нысандар, және оның алатын орны мынау көрсетілген градустардың арасында. Жаңа 42-ші зона дедік қой былай қарағанда, енді 42, 36, 72, ол 42, 78, 78, ол 43 болады. 43-ші зона болу керек. Енді мынау, мына жерде 74,100-ден 13 дейік.
46,63 деген түсінесіздер ма не нәрсе екенін? Жоқ. Бірақ 74 градус дегеніңіз дұрыс айттыңыз. Ал үтірден кейінгілері ол ондық градустар деп аталады. Яғни сіздің айтып отырған минут, секундтарды біз градусқа айналдырамыз. Ол градустың бір бөлшегі ғой. Сондықтан үтір 100-13 дейік, немесе 100-14 дейік. Сонда ол 100-14 дегеніміз ол белгілі бір минут, секундтар. Бірақ ол градусқа айналдырған кезде бөлшек сан болып шығады. Қалай жасалады ол? Кейде тақта жетіспейді. Тақта бар екен. Мысалы, 74 градус, 21 минут, 35 секунд. Тең болады. Енді 10 градусқа айналдырайық. 10 градусқа айналдыратын болса, бұл болады былай. Неге айтқанда 74, оған қосылған 21 секунд бөлінген 60. Себептен? Себебі 1 градуста бізде 60 секунд бар. 60 минут кешірім өткен, 60 минут. Және оған, егер де біз мына секундты градусқа айналдырғымыз келетін болса, 1 градусты қойсыз? Өте дұрыс. 1 градуста бізде 60 минут, және секунд 3600 секунд болады. Сондықтан біз себебі енді әр минутта 60 секунд бар. Сондықтан 35 бөлген 3600 секунд тең болады. Қаны есептеп жүріңіздер, қанша болады? Калькулятормен есептеп салсаңыздар болады. Сізге қанша? 135. 135. Яғни енді маны шатастырмайсыздар деген сөз. Енді бұл ары қарай осылай берсе болады. Сіздердің көріп отырғандарыңыз тура осы. Яғни минут, секундтардың барлығын біз градусқа айналдырып тастаймыз, сонда осындай 10 градус форматында аламыз. Бұның қандай плюсы бар? Бұның плюсы координат енгізген кезде, мысалы, форматты сіз таңдап отырмайсыз, градусты қалай бөлем, минутты қалай бөлем, секундты қалай бөлем деген сияқты, координат енгізетін болсаңыздар, тек қана кәдімгідей бөлшек сан қылып жаза бересіздер. X бізде жаңағындай дейміз, Y 46-да бір нәрсе дейміз. Сонда барлығы өз координатына дұрыс отырады деген сөз. Ең басты осы. Енді бұл жердегі ахват дегеніміз сонда солтүстік батыс нүктесі мен ең шеткі оңтүстік шығыс нүктесінің аралығы. Бұнда 4 бұрыш түрінде қарастыра береді деген сөз. Қарастырыла береді, бұл ахват дегеніміз. Енді число объектов дегеніміз жаңа көрдіңіздер, атрибуттар кестесінде бізде 13 жазба болды, 13 жол және 13 нүкте былай қарағанда. Біраз енді география жағына кішкене кетіп қалдық. Бірақ шаршап қалмаған шығарсыздар деп ойлаймын. Шаршап қалып жатсаңыздар, айтыңыздар. Бұдан кейін мына жердегі EPSG 4326 WGS 84 дегенді қарайтын болсаңыздар, бұл жоғарыда жазылып тұр, система координат жүйесі. Координат жүйесі 4326 дегеніміз негізі мына астында жазылып тұрған географическое дегенге сәйкес келеді. Яғни 4326 дегеніміз географиялық координат жүйесі. Бұл жерде міне координат ретінде байқап отырсаңыздар, бойлық пен ендікті қолданады деп тұр. Бойлық пен ендік дегенді жаңа қарастырдық. Бойлығымыз бойынша 70-тен астам градус, ендік бойынша 46-дан астам градус дейік. Енді 2D ол жарайды, оның бәрін есте сақтамай қойсаңыздар болады. Ең бастысы мынау 4326 деген проекцияның коды, бұл арнайы өзінің кодтар жүйесі бар, картографиялық жүйелердің осындай кодтары бар. Сонда 43-26 дегеніміз тура осыған сәйкес келеді, geographic. Ал егерде мына жердегі астына жазылып тұр ғой, мына оң төменгі жағын қарастырсаңыздар, осы программа. Мына глобустың суреті тұр ғой, EPSG 32642 деп тұр. Байқап отырсыздар ма сондайды?
иә, оң төменгі жағында 32.642 дегеніміз UTM 42-ші зона дегенге сәйкес келеді. UTM 42-ші зона және солтүстік жартышар. Сәйкесінше 42 дегеніміз бұл жердегі зонаның номері болады. Егер де енді мынаны жауып, мына жерде басқа енді көрсететін ерекше бір нәрсе жоқ. Кесте туралы ақпарат көріп отырсыздар. Аттары қандай, поле, OSM ID, код, F-class, population, name дегендер бар, және олардың түрлері. Ондағы деректер қандай форматта жазылған. Деректердің типі қандай. String, integer 64 дегендер бар, айтпақшы ол туралы. Және қанша символ, длина дегеніміз, қанша символ енгізіледі максимум. Осы ячейкаларға, ұяшықтарға. Сол көрсетілген. Енді мен сұрайын дегенім, integer жаңа нелер естеріңізде бар ма? Соны ойлап отырыңыздар. Және мына жерде көрсетейін дегенім, міне байқап отырсаңыздар, UTM зон 42N деп тұр. Сонда ол 32.642 деген кодқа сәйкес келеді екен. Осы естеріңізде болсын. Көбінесе енді жұмыс істейтіндеріміз осындай. Және бұл жерде 32.645 дейтін болсақ, байқап отырсаңыздар, мынадай шығады екен. Сәйкесінше UTM 45-ші зона солтүстік жартышар деп тұр. Орналасуын байқап отырсаңыздар, міне. Қытаймен шекара, Монғолиямен шекара деген сияқты. Содан кейін мына жердегі ограниченная точность в лучшем случае 2 метра дейді. Ең жақсы дәлдігі, яғни координаттың сәйкестігі 2 метр. Енді ауытқуы басқаша айтқанда. Енді біз үшін бұл бола береді. Егер де біз геодезиялық дәлдікпен істейтін болсақ, әрине бұл жарамайды. Бұл жерде сантиметрлік дәлдік қажет болады. Сантиметр, 2 сантиметр деймін, ауытқу максимум сондай болу керек дейді. Мысалы, жол салғанда деген сияқты, жол салғанда осылай қателер жібере алу мүмкін шығар, бірақ көбінесе дәлдігі жоғары деп есептеледі. Біздікі енді бұл жерде кішкене андай зерттеуге байланысты болғандықтан, дәлдікке байланысты қатты бір талабымыз жоқ, шартымыз жоқ, сондықтан осындай. Енді бұл туралы айтылды. Бұдан кейін жаңағы сіздерден сұрай бастаған нәрсем. Integer, тип данных, деректер типі естеріңізде бар ма? Integer деген естеріңізде бар ма? Integer дегеніміз бүтін сан. Текст дегеніміз дұрыс. Егер аргисті айтатын болсақ, сіздер ол жерде текст деп таңдайсыздар, Текст дегеніміз былай қарағанда string немесе character деген тип негізі. Өзінің ол символ. Символ болғандықтан текст. Мәтін терген кезде символдарды қолданамыз. Немесе сандарды қолдануымыз мүмкін. Сан болса, ол бүтін сан болады, және бөлшек сан болады. Бөлшек санның аты естеріңізде бар ма? Float. Float деген естеріңізде бар ма? Плавающий деп, float. Немесе число с плавающей точкой деп айтады. Ол бөлшек сан бізде, float. Содан кейін, мысалы, integer 64 дегенге келетін болсақ, әрине ол кішкене күрделірек болады. Себебі бұл жердегі дерек типтері ары қарай және бөлінеді. Файлды сақтаған кезде, естеріңізде болса, 8 бит, 16 бит, 32 бит, 64 бит деп бөлінеді. Естеріңізде бар ғой ондай нәрсе? Ол бинарлық деп айтайық, 0 және 1 болатын болса, мысалы ол жерде, ол 8 бит болады дейді. Немесе егер де суретке, ғарыштық суретке, немесе жалпы кәдімгі фото суретке қатысты айтатын болсақ, 0-ден 255-ке дейінгі мәні бар. Яғни қарадан аққа дейінгі аралық градация. Сонда әрбіреусі бір санға көбейе береді. 0, 1, 2 деп барады, 255-пен бітеді. Сонда барлығы 256 мән. Бұл бізде 8 бит болады. 0-ден 255-ке дейін. Ал егер де 0-ден 65535-ке дейін болатын болса, онда 16 бит болып табылады.
яғни қарадан аққа дейінгі градация бізде осыншама сан 65.535 болады. Сол сияқты енді өзгере береді, иә. Қарағанда мәндері көбейген сайын, сонда оның сандары да көбейеді. Сан көбейген кезде қалай деп ойлайсыздар? Файл қандай өзгеріске ұшырауы мүмкін? Дұрыс айтасыз. Оның себебі мәндері жоғары болғандықтан, оның алатын орны көбейеді деген сөз. Енді осындай ерекшеліктер бар. Енді оны дәл қазір жай ғана есте сақтап қойсаңыздар, кейін ғарыштық суреттермен жұмыс істеген кезде оны көресіздер тәжірибе жүзінде. Сұрақтарыңыз бар ма дәл қазір бұл бойынша? Содан кейін егер деректер типін тағы да айтатын болсақ, аргиста тағы файлды құрған кезде integer, float, одан кейін текст, одан кейін тағы бір тип бар. Бар ғой, иә? Уақыт, күн, бар ма ондай? Иә? Date. Яғни дата. Бұл былай қарағанда, осы типтердің барлығы тек қана аргистік емес, әрине. Бұл былай қарағанда бүкіл деректерді сақтаған кезде біз деректердің белгілі бір типін қолданамыз ғой. Ақпаратты, яғни деректердің белгілі бір типі арқылы сақтайтын болғандықтан, осындай стандартты түрлерге келтірілгенін қолданамыз. Соның ішінде date та бар. Жаңағыдай уақыт, немесе күн және уақыт әдетте. Негізі солай. Біз бірақ тек қана оны мысалы 2024 бірінші айдың 20-сы деп сақтаймыз мүмкін. Шын мәнісінде ар жағында 00 сағат, 00 минут, 00 секунд деп сақтала береді автоматты түрде. Егер де қосымша ақпаратыңыз болса, сіз уақытында көрсетсеңіз болады, және. Яғни бір ұяшыққа сонда тек қана күн емес, сонымен қатар оның уақытында сақтауға болады. Date деген деректер типіне байланысты айтқаным осы. Енді boolean дейтін бар. True, false деген. Яғни рас, өтірік, иә? Немесе yes, no дейік, иә? Бірақ негізі true, false. Бұл осындай логикалық деректер типі деп аталады. Тек қана, яғни осындай, мысалы string, біздің жаңа текст, integer, float дегеннен басқа, осындай boolean дейтін деректер де бар. Ол енді былай программалауға жақындай береді. Себебі біз геоақпараттық жүйелерде көп қолдана бермейміз ондайларды. Бірақ егер де программалау бағана сұраған код бойынша, иә, кодтарға байланысты жұмыс істейтін болсақ, ондай жағдайда осындай деректер типін білген дұрыс. Енді біз деректер типін қарастырдық, проекцияны қарастырдық, жаңағы файлдардың сақтау жүйесін қарастырдық, иә, жаңағы 8, 16, 32 дейтін сияқты 64. Жоқ. Аргис аша алады, себебі шейппен сақтайсыз. Ал егер сіздің айтып отырған мысалы проект деген жоба, иә, енді жобаны үйтіп сақтай алмаймыз әрине. Тура осында. Бұл жоба ондай алып сақталмайды. Бірақ көбінесе енді шейп файлдарды аша береді, ешқандай проблема жоқ. Мен енді көп адамға жаңағыдай айтып отырмын да, керісінше ана жақтан мына жаққа қарай келіп, осымен жұмыс істей берген дұрыс па деп. Себебі көп жағдайда осы универсал болып тұр да, әмбебап ойнағанда. Себебі кез келген жерге қоя саласыз, ашыла береді. Сіздің жасаған жобаңыз түгел ашыла береді. Енді егер де мысалы тапсырыс беруші тек осындай MXD форматында тапсыр деп айтатын болмаса, әрине, мысалы жоба тек ArcGIS форматында болсын деген. Енді оның да жолы табылатын шығар деп ойлаймын. Былай қарағанда скрипт кодтардың көмегімен мүмкін мына проектті ArcGIS-қа ауыстыруға болатын шығар. Мұндай да болуы мүмкін. Іздеу керек. Қазір көп қой сондай шешімдер, шешу жолдары. Так, QGIS бойынша айтатын болсақ, енді осындай қысқаша деп айта алмаймын енді, бірақ барынша қысқа қылып айтуға тырыстым. Сосын кейін мынандай бір ерекшеліктері бар. Мысалы, былай істеуге болады да, көрдіңіздер ма? Оның енді ArcGIS-та да бар, бірақ маған QGIS-та көбірек ұнайды, себебі мынандай подложка деп айтайық, иә, андай background
карталарды ашу өте оңай, шақырту. OpenStreetMap болсын, басқа болсын. Иә, базовый слой. Иә, аргиста бар, бірақ мен айтып отырған мына жердегі кішкене оңайырақ және ашылуы да тезірек. Иә, өзінің артықшылықтары бар, кішігірім. Бірақ әрине аргис деген өнім, ол енді өте бір үнемі жетілдіріліп отырған нәрсе ғой, себебі ол коммерциялық болғандықтан оның функциялары енді бір ешқандай қателіксіз жұмыс істеу қажет. Иә, барынша дұрыс бір жаңағы команда берілген кезде ол орындалуы тиіс. Бұл жерде бұл тегін болғандықтан әрине бұның қателері болады, кейде дұрыс істелмей қалуы мүмкін. Бірақ көбінесе былай қарағанда скрипттар ұқсас, кодтар ұқсас, себебі функциясы бір. Иә, кейбір анализ функциялары бар. Ол функциялар бірдей, аргиста да, бұнда да, сондықтан ол жағынан мен ерекше бір проблема көріп тұрған жоқпын. Яғни интернет арқылы, бірақ енді осындай ерекшеліктер бар. Интернет арқылы болғандықтан желі байланысына міндетті түрде тәуелді болып тұрады, оның сапасына. Басқа бұл жерде айтатын нәрсе не? Енді жаңағыдай жақындату, алыстату деген былай қарағанда функциялар барлығы ұқсас, құралдары ұқсас. Растрмен жұмыс істеу, вектормен жұмыс істеу деген сияқты. Ол бар. Қалайсыз? Қай жерде көріп тұрсыз? Сол сияқты, иә, соның аналогы дейсіз, да? Иә, соның аналогы бұл жерде панель инструментов деп аталады. Сіздің айтып отырған ArcToolbox, яғни арнайы бір функциялар болады. Иә, осы бойынша мысалы жұмыс істеуге болады. Иә, ол жерде өте көп. Мұнда меніңше аргистан біраз көп сияқты. Кейбір енді мүмкін. Мен салыстырып көрген жоқпын. Мен ойымша енді әрине. Қателесуім мүмкін. Бірақ керемет функциялар бар. Ол жарайды. Бұл жерде жетіспейтін болып жатса, қосымша мысалы топтардың немесе жеке разработчик дейміз ғой, мұндай программалаушылардың өздерінің дайындаған программалары да бар. Яғни қосымша осы жерге плагин орнатсаңыздар болады. Енді бұл болашақта егер дамып кетіп сондай қолданып жатсаңыздар, онда мысалы басқа да құралдары бар. Ол QGIS-қа орнатылатын құралдарда қосымша. Мен жұмыс істеп, ары қарай тағы бір функциялар атқаруға болады. Мен өте бір жатты қалай деп айтсам екен, ұшан теңіз деп айтайық па. Бұл сондай бір тақырып өзі. Окей, бұл бойынша онда әзірге осымен QGIS-ті жаба тұрамыз. Ендігі кезекте көрсетейін дегенім сіздерге бұдан да басқаша құрал, иә? Google Earth Engine. Google Earth Engine деген бағанда кодқа байланысты сұраған жұлдыз сұрадыңыз ғой. Соған байланысты көрсететін мысал. Былай қарағанда код әрине. Мына жерде скрипт editor деген бар, яғни редактор скрипта, иә? Осы жерде new script-қа біз мысалы код жаза аламыз. Себебі мынандай болды. Енді байқап отырсаңыздар, қарапайым код дейік. Population, яғни халық саны, 1 миллион. Енді осыны басып шығар дейік. Енді бұл қарапайым түрі, да, сондықтан осылай көрсетіп отырмын. Консольға сонда оның нәтижесі шығып тұр. Миллион. Байқап отырсаңыздар. Немесе былай. Немесе былай. Иә? Сәйкесінше барлығы шығып тұрады. Бұл енді қарапайым түрі. Енді суретке байланысты айтатын болсақ, қазір біз басқа вариантын қарастырайық. Бұл жерде енді негізгі тегін суреттердің, ғылыми деректердің базасы түгел қолжетімді. Яғни оның барлығын аша аласыздар.
мен қазір сіздерге дайын кодты көрсетіп отырмын. Бұның мақсаты бұл жерде Қазақстанға байланысты нәрсені көрсету. Және бұл жерде қарайтын болсақ, Landsat 8 деген ғарыштық аппаратының базасынан, архивінен таңдап суреттерді олар арқылы мозаика құрастырып осы картаға шығару дейік. Мынаны қосайықшы, жақсы. Ұзақ болып кетті. Өте үлкен болып тұр ғой. Қазақстан емес, мысалы. Қазір мен сіздерге оны. Қазақстан емес. Қазір енді әрине сіздерге қиын болып көрінеді. Себебі бұл жерде қаншама код, не қойған бір сандар бар, бір кодировкалар бар деген сияқты. Бірақ егер осымен жұмыс істеп көрсеңіздер де түсініктірек болады. Мысалы, мен қазір не істедім? Мозаиканың өзін шығардым да, және hybrid image дегеніміз, мына Landsat'тың қазір мен сіздерге көрсетейін. Жерде Есіл өзені алабының кішігірім бір жерінің, бір аумағының мозаикасы. Мозаика деген естеріңізде бар ғой, әртүрлі уақыттағы, мысалы, немесе бір ұқсас уақыттағы суреттерді біріктіріп, құрақ көрпе құрастыруға бұлай бір территорияға. Сондай мозаика. Бұл жерде байқап отырсаңыздар, міне период 2013 жылдың бүкіл суреттерінің ішінде бізге тек қана мына 6 ай, яғни маусым айының суреттерін таңдап алып, соны іріктеп, одан кейін оны іріктегеннен кейін ішінен бұлттылықты алып тастау, жерде бұлттылықты алып тастап, картаға шығару ең алдымен. Бұл не үшін істеледі? Енді сіздер мысалы жасап отырған жаңағы Earth Explorer, Earth Explorer. Жеке сцена дейік, соларды алып, оларды кесіп, солай жұмыс істедіңіздер ме? Бұл құралдың ерекшелігін байқап отырсыңыздар осындай. Еш нәрсені көшіріп алмай, бірден онлайн өңдеп шығуға болады. Мысалы, бұл жерде сіздерге мысалы осындай 6 айдың бірнеше суреті бар дейік. Соларды арқылы мозаика құрастыру. Мозаика құрастырдық. Енді оның мақсаты қандай? NDVI индексін есептеу. Әйгерім NDVI дегенді қарастырдыңыздар ма сіз? Дұрыс айтасыз. Мен сұрап отырған, экологияда болды ма сіздерде NDVI деген нәрсе? Жоқ. Normalized Difference Vegetation Index, яғни нормализацияланған өсімдік индексі, оның ерекшелігі. Ғарыштық суреттерде өсімдіктер басқаша көрінуі мүмкін. Және енді әдеттегі сурет, қазір көріп отырғаныңыз, ол true color, кәдімгі табиғаттағы өзінің түстері. Тура осындай. Ал егерде біз ішінде мысалы каналдардың орнын ауыстыратын болсақ, біз басқаша көреміз оны. Пардон. 6 жоқ. Окей. Қазір 6-ны таңдайық. Біз ол туралы тағы қосымша қарастырамыз. Яғни мен айтып отырғаным каналдар, олардың диапазондары деген сіздер мүмкін қарастырған шығарсыздар. Бірақ оны да қайталап отырған, пысықтап отырған дұрыс. Себебі кейбіреулеріңіз онымен мысалы жұмыс істеген жоқсыздар деген сияқты. Сондықтан оның еш зияны жоқ деп ойлаймын. Мына байқап отырсаңыздар, бейнесі өзгерді, дұрыс па? Себебі бұл жерде олардың каналдарының орнын ауыстырды, басқа канал қолданды. Сол уақытта мысалы өсімдіктер басқаша көрініп тұр. Дұрыс па? Мына жердегі өсімдік жайылмадағы, мынау жайылмалы өсімдіктер ғой. Судың жайылмасы өзеннің өзгеріп тұр. Немесе тағы бір вариант,
Оны енді қызыл етіп жасап көрейік. Осымен эмерички заказ істеуге бола ма фермерлерге? Бұл былай қарағанда тағы мынандай бір ерекшелігі бар. Техникалық тұрғыдан жасау мүмкіндігі бар. Бірақ лицензия тұрғысынан қарайтын болсақ, Google Earth Engine сервисінің тегін лицензиясы оқу және ғылыми жұмыстарға арналған тегін лицензия, коммерциялық лицензия және бар. Техникалық тұрғыдан әрине жасауға болады мынандай. Енді бүйтіп жақындап қарайтын болсаңыздар, өзі сіздер енді көбіңіз көрдіңіздер, бірақ мына жерде жаңа өсімдік тағы да өзгерді. Яғни бұл қандай нәрсеге байланысты, кім айта алады? Өсімдіктің осындай ерекше анық көрінуі. Сіз бағана айттыңыз ғой деймін, Әсел. Қандай? Иә. Оның себебі қалай деп ойлайсыздар? Қандай нәрсе? Иә. Сол естігім келіп отырған тура осы. Яғни күн сәулесінің шағылысуы немесе жұтуы, иә? Иә, бұлт өткізбеуі мүмкін, жұтып қояды. Иә, ол былай қарағанда солай. Ол күн сәулесі. Күн сәулесі келген кезде хлорофилл деген нәрсе бар, иә? Білесіздер ме? Сол хлорофиллдің осындай шағылыстыру ерекшелігіне байланысты өсімдіктер өте жақсы анық көрінеді. Осындай ерекшелігі бар. Сондықтан мына суреттегі өсімдік керемет көрініп тұр дейік. Және оның әрине бір жағынан маусымы да, сезон. Иә. Сол маусымы қатты әсер етеді, яғни уақыты. Себебі әрине оның енді өзінің фенологиялық фазасы бар. Оның фенологиялық фазасы бұл жерде енді өсіп тұрған максимум дейік. Шамамен енді. Максималды жасыл болып тұрған уақыты дейік. Енді оны да бақылауға болады айтпақшы. Оны да мысалы фенологиялық фазасының графиктерін шығаруға болады. Яғни әрбір жердің өзінің, сіздің мысалы зерттеу аумағыңыздың фенологиялық фазасын көруге болады. Орташасы немесе бір нүктенікін нақты. Мұнда өсімдік қай уақытта максимумге жетеді, қай уақытта минимумда болады деген сияқты бәрін көруге болады. Мұнда сіздер ары қарай ғылыми жұмыс жасай аласыздар деген сөз. Сондықтан да мен сіздерге айтып отырғаным, сіздердің мысалы диссертациялық жұмыстарыңыз тақырыптары бойынша жұмыс жасауға болады. Бұл енді бір қысқаша бір варианты. Бұл мен сіздерге тек визуализацияны көрсетіп отырмын. Шын мәнісінде бұл жерде визуализациядан басқа талдау әдістері де бар. Яғни бұл жерде мысалы жіктеу бар деген сияқты. Мысалы қайсы су емес деген сияқты, қайсы өсімдік, қайсы егістік, тіпті соның барлығында шығаруға болады. Және мына мысалда ол келтірілген сіздерге. Қарап отырсаңыздар, егістік алқаптары көрініп тұр, меніңше енді. Қалай деп ойлайсыздар? Жасыл болып тұрғаны, бұл егістік алқаптары. Оның ерекшелігі қандай? Оның әдеттегі ерекшелігі ол пішіні. Бірден. Сосын біркелкі болады, пішіні ерекше болады, геометриялық тұрғыдан дұрыс пішінді алқаптар болады, мынау сияқты мысалы. Мұнда бұларды айқындауға болады. Бұл жіктеу жұмыстары деп аталады. Сіздер жіктеу жұмысын жасап көрдіңіздер ғой, классификация. Қандай құралдың көмегімен? Ол сіздің айтып отырғаныңыз классификация, мысалы 2013-тікін жасадық, 2018-тікін жасадық, 2023-тікін жасадық. Арасындағы айырмашылығын тексеруге болады, және талдауға болады. Ол динамика. Ол дұрыс айтасыз, аудандардың өзгеруі, соны графикке келтіруге болады. Ал қандай құралдың көмегімен жасадыңыздар? Аргиз? Аргизда классификация бар өзінің, Мен сұрап отырғаным, мысалы, Envy бар, Erdas бар деген сияқты, соларды қолданыңыздар ма мүмкін? Енді бұл классификация немесе жіктеуді сіздер QGIS-тің де көмегімен жасай аласыздар. Және мынау мен көрсетіп отырған Google Earth Engine-нің көмегімен де жасай аласыздар. Және тағы бір құрал көрсетейін. Мұндай мынау енді Python, бағдарламалау тілі.
сол арқылы да жасауға болады. Және сол арқылы жұмыс істеген кезде окей, немене таппай жатыр. Sample еді. Бұл арқылы жұмыс істеген кезде ерекшелігі, бұл енді бағана код тағы да. Код жазу, жалғастыру, сонымен кодты орындау. Мынау қосымша қандай шарт керек, соның барлығын орындап отырмыз қазір. Мен сіздерге барлығын түсіндірмеймін әрине, бірақ мынау жасыл галочкаларды көріп отырсаңыздар, яғни орындалды деген сөз, иә, ең бастысы. Бұл онлайн құрал, қазір көріп отырғандарыңыз. Оның тегін бөлігі бар. Онда қолдансаңыздар болады. Мысалы, мен мынадай нәрсе көрсетіп едім. Қазір тағы бір көрсетейін. Colab. Бұл сервистің аты Google Colab. Сонда бұл жерде мындай бір ерекшелігі бар. Бұл деген онлайн Python құралы және интерпретатор деп айтайық. Яғни сіз кодты жазасыз, ол орындайды. Бірден барлығы онлайн. Сіздің деректеріңіз онлайн сақталуы мүмкін, немесе офлайн сақталуы мүмкін дейік. Енді менің көрсетейін дегенім бұл жерде мынандай нәрсе. Қарапайым түрде қарастыратын болсақ, не жасауға болады деген сияқты. Мысалы, бір талдау әдісін осындай Python арқылы жасап шығару. Не үшін Python бұлай аталады, мынау жақсы, оның бәрін кейін қарастыра бересіздер. Мен көрсетейін деген мынадай мысал, осы талдау әдісін қалай жасаймыз, орындай аламыз. Бұл жерден дайын дерек болды. Мысалы, мен диссертациямдағы мынадай басты график мынадай болды дейік. Бұл жердегі топырақтың тұздылығы қай жақта ұлғаяды? Сырдарияны алып қарағанда, қай жағында? Мақтаарал жағы ма, Қазалы жағы ма деген сияқты, соны салыстырмалы график. Қарап отырсаңыздар, тұздылығы сарымен көрсетіліп тұр, яғни сары деген максимум. Мұны максимум бізде Қазалы жақта. Мақтаарал жақта минимум болып тұр. Егер Сырдарияны бойлап жүретін болса. Енді осындай график құрастыруға болады, мысалы, бұлардың өзара корреляциясы қандай деген сияқты элементтерді қарап, тұз натрий хлориді болуы мүмкін деген сияқты, ол деген бізде ас тұзы былай қарағанда, естеріңізде болса. Мысалы, сол ас тұзы негізінен бұл жерде басым болып шықты, басқа тұздардың қарағанда. Ас тұзы болғанда ол сондай өзінің минерал түрі да, ас тұз деп біз оны қолданып жүрміз ғой. Енді бұлардың арасында байланыс бар ма, жоқ па деген сияқты. Одан кейін қандай факторлар негізінен әсер етеді. Осы факторларды талдау. Мен тәжірибе жүзінде, көрсетейін деген мына нәрсе болатын. Мысал ретінде бір sample data дейтін деректерді бердім, және оның ішінде мына факторлар тұр ғой, elevation, биіктік, жауын-шашын деген сияқты, булану деке, эвапотранспирация, дәлірек айтқанда, ол булану, таза булану емес, өсімдіктерден де буланатын нәрсе да. Және тағы, осылардың барлығын енді график түрінде шығаруға болады. Және онлайн жасауға болады. Неге Excel-ді қолданбаймыз деген сұрақ туындауы мүмкін? Неге Excel-ді қолданбауымыз? Себебі публикация кезінде, егерде публикацияны қарастыратын болсақ, мақала халықаралық журналға жазған кезде, көбінесе Excel-мен жасалмайды. Excel енді әрине өте жақсы бағдарлама. Бірақ advanced, продвинутый дейміз ғой, талдау түрлері осындай Python-дардың немесе R-дың көмегімен жасалады. Және графиктар солардың көмегімен құрастырылады. Сондықтан мынадай нәрсені көрсетіп отырмын да, графикті құрастыру, және соның ішінде нақты бір графикті таңдадық, оның коды мынадай. Нәтижесі мынадай. Көрдіңіздер ма? Оны яғни сақтауға болады, деген сияқтары қарай экспорттауға болады, сондай. Бұл енді мен сіздерге Google Colab'ты жалпылама түрде қалай қолдануға болатынын көрсетіп отырмын. Ал енді келе Google Colab'ты біздің жұмысқа байланысты, егер талдауға байланысты қолданатын болсақ, мысал үшін, мынадай кәдімгі Google снимоктар бар ғой өзінің, подложка, содан мынадай егістік алқаптарын шығаруға болады деп көрсетіп отырған. Көрдіңіздер ма? Және де Google-дан басқа, Sentinel-2-ні, мынау Қазалы, кәдімгі мен түнде жасап көргенім ғой өзімнің. Бір участка алып,
Осын талдаған кезде мынадай мысалы сегменттер шығып тұр. Бұның ерекшелігі қандай? Байқап отырсаңыздар, мынандай әдіске қарағанда, бұл ерекшелігі мынау емес, мынау әдіске байланысты, Байқап отырсаңыздар, полигондар мысалы қалай деп ойлайсыздар? Мына жерде тура осы жерді тауып, мынау басқа территория. Негізгі ерекшелігі енді мынардағы полигондар кішкене дұрыстау болып тұр. Пішіндері дұрыстау, ауқымы дұрыстау, дұрыс па? Андай бір фрагменттер жоқ былай қарағанда. Тәжірибе жүзінде осындай. Не Landsat? Landsat 8. Landsat 8-дікі кішкене нашарлау болып тұр, байқап отырсаңыздар. Себебі мұның ерекшелігі бұл жердегі алгоритм не істейді екен? Араларындағы кетікті қолданады. Яғни жол бар ғой кәдімгі, мысалы алқаптардың арасындағы жолды пайдаланып, сол арқылы алқаптарды бір-бірінен бөліп тастайды екен. Сонда бұл жолды дұрыс көрінбейтін болғандықтан, бұл жерде осындай алқаптар әртүрлі болып кетіп тұр. Ол түсінікті ма? Енді бұл қысқаша мысал ретінде. Енді мен сіздерге сонда тағы да Қазалының мысалы, Жанқожа Батыр ма, сондай жерде. Бұл жақта адам бар ма, айтпақшы? Арал жақтан жоқ па ешкім? Сол жерде бір ауыл бар, немесе Айтеке би дейік, Қазалы өзі. Сол жердегі егістік алқаптары осындай. Яғни оны автоматты түрде талдау, және оған кететін, ең бастысы, оған кететін уақыт өте аз. Мынандай нәрсені жасап шығару үшін, талдау үшін бар жоғы мен сіздерге айтайын, 1 минуттан аз уақыт кетті дейік. Осындай ерекшелігі бар. Бірақ енді оның шарты бар әрине. Оның шарты бар. Мен енді бұл жерде ақылы түрмен қолданып отырмын. Ақылы түрін қолданып отырған деген не себептен? Мына байқап отырсаңыздар, мына жерде мынандай жазулар шығып тұр ғой. Оперативка RAM, маған 51 гигабайт оперативка беріліп тұр. Бізде әдетте мысалы 16 гигабайт тек компьютерде мысалы максимум, где-то. Кейбіреулерінде 32 болуы мүмкін. Бірақ енді ол керемет бір компьютерде, әдетте. Немесе диск және беріліп тұр, байқап отырсаңыздар. Одан кейін графикалық процессор бар. Яғни оның барлығы осындай өңдеуді тездететін құралдар. Оның тегін түрі де бар. Тегін түрі де жұмыс істейді, әрине. Бірақ мен енді подписка алғаннан кейін кішкене сонымен қолданып отырмын да, себебі маған қажет болды. Ал үйрену үшін тегін түрін қолдана беруге болады. Бұл енді мен сіздерге шамамен былай қарағанда перспективаларды көрсетіп, осымен бүгінге біздің сабағымызды тамамдаймыз. Сұрақтарыңыз бар болса, қоя беріңіздер. Қаншалықты сіздер үшін күрделі деп отырсыздар, мысалы? Ондай. Көп нәрсе көрсеттік. Меніңше максимум барлығын өтіп шығамыз. Бірақ та бірінші ең алдымен кугистан бастаймыз. Ең бастысы кугистан басталады. Код бойынша енді параллельно көре жатамыз. Жақсы ма? Онда мен енді таза лекция өтем деп айтпаймын. Себебі 2 сағат бойы тек қана теорияның қажеті жоқ сияқты меніңше. Барынша енді үйретуге тырысамын. Жақсы, енді кодтан қорықпаңыздар. Негізі қазіргі кезде өздеріңіз байқап отырсыздар ғой, әлеуметтік желі болсын, қай жерде болсын, ашып қалсаңыздар болды. Немесе чат GPT қолданбаймын деушілер бар ма қазір? Айтыңыздар. Чат GPT бәріміз қолданамыз, Мысалы, оның барлығы қалай істелді? Код арқылы істелген нәрселер, ол машиналық үйрету. Былай қарағанда бұл да машиналық үйрету. Себебі біз алдымен бұл модельді құрастырып алған. Мысалы, бұл Facebook'тың моделі. Facebook сонда не істеді? Осындай суреттерден егістік алқаптарын немесе осындай бүтін нысандарды бөліп алудың моделін құрастырып қойды. Оны үйретті, жақсартты. Біз аламыз да дайын модельді қолданып отырмыз. Сол арқылы өзіміздің суреттен осындай нәрселер тауып отырмыз дейік. Көрдіңіздер ма? Ол тек код арқылы істеледі дейік. Және енді былай қарағанда мен көрдім кейбір интерфейстер графикалық кнопка арқылы, мысалы суретті көрсетесіз, модель таңдайсыз деген сияқты. Бірақ ол істемейді, мен не екенін білмеймін. Ол тегін болғасын ба мүмкін. Жаңағы кугисқа орнатып көрдім мен. Ал мынау істеді. Мынау кәдімгі код арқылы. Мен кодтың бәрін өзім жазған жоқпын. Бірден айтып қояйын. Себебі көбінесе енді өздеріңіз білмеймін, енді код туралы кішкене оқып қарасаңыздар, дайын кодтар өте көп.
Бірақ өз мақсаттарыңызға, өз қажеттіліктеріңізге қарай оны өзгерте бересіздер. Мәселе сондай. Сөйтіп қараған дұрыс меніңше. Жақсы, ондай болса, кешірім өтінемін, кішкене ұзақтау ұстап қалсам. Жақсы, келесі сабақта кездескенше, онда сау саламат болыңыздар, сәттілік. Егер де енді бір өздеріңіздің бір қажеттіліктеріңіз немесе бір сұрақтар болса жазыңыздар, айтыңыздар. Канал сіздің ғой, Қайсыз? Cartoon X. Cartoon X деген менікі емес. Cartoon X деген ресейлік бір канал. Мен тек ол жерден тауып алғаным жаңа несі, Кугис бойынша өте жақсы сабақтар көрсеткен.